Сәлеметсіздер ме достар? Арнаға қош келдіңіздер. Бүгін біз құйрық майдың емі туралы айтатын боламыз. Құйрық майды науқасқа пайдалану қазақтың кең таралған меншікті дәстүрлі емі. Кішкене нәрестені қырқынан шығарғанша суға түсірген кезде денесін құйрық маймен сылайды. Ал қыз ұзатып келін түсіргенде құдалар бір-біріне құйрық бауыр асатып, отбасылы өмірдің май сияқты жұмсақта сыйластыққа толы болғанын қалайды. Адам дүниеден өткенде жағатын қырық шырағын да құйрық майға шылайды. Осының өзінен қазақ өміріндегі құйрық майдың рөлін көруімізге болатын сөзсіз. Сондай-ақ тұмау тимейді. Сондықтан бұрындары нәрестенің аузына құйрық май салған. Құйрық майдың басты қасиеті жұқпалы туберкулез ауруын емдеуінде. Ашытылған қымыздың ішіне құйрық майды сәл ғана күш ала салып араластырады. Кейін май қымызға сіңеді де сап-сары қою болады. Оны туберкулез тыныс жолы ауруларын емдеу үшін ішеді. Қазақ емшілігі дәстүрінде осындай тәжірибе бар. Сондай-ақ қазақ халқы қыстың аязды күнінде бет үсімес үшін құйрық майды жаққан. Қол немесе аяқтың тілінген жеріне құйрық майдың тілімін таңып қойған. Ол жараның тезірек жазылуына септігін тигізіпті. Құйрық май құйрық түбінде дөңгеленіп жиналған май. Мұндай май жекелеген қылшық және ұяң жүнді қой тұқымдарында болады. Оған еділбай қойы, саранжын қойы, тегерес қойы, қазақтың ұяң жүнді қойы, алай қойы, гиссар қойы. Қой қысқы тебінде жайылғанда жетіспейтін қореген құйрықтың біртіндеп алып толтырады. Құйрық май Орта Азия мен Қазақстан халықтарының әр түрлі ұлттық тағамдарын дайындағанда пайдаланылады. Құйрық майдың басты қасиеті жұқпалы туберкулез ауруын емдеуінде. Ашытылған қымыздың ішіне құйрық майды қосып, оны араластырып, кейін май қымызға сап-сары боп сіңіп қою болады. Оны тыныс жолдары ауруларын емдеу үшін ішеді. Жөтелді басып, қақырықты босату үшін құйрық майды шыжғыртып, 50 грамм мөлшерінде ыстықта ішесіз. Тұмаудан болған созылмалы жөтелге құйрық майды ыстық сүтке қосып ішуге де болады. Жаңа туған бөбектерді әр 7-де 1 рет тұзды суға шомылдырғаннан кейін суықтан сақтану және теріні жұмсарту мақсатында қой майымен сылайды. Бұл негізі балаңыздың сымбатты әрі сау болып өсу үшін пайдалы. Және небір массажный маслодан гөрі осы құйрық майда өте шипалы. Балаларға тұмау тиіп жөтелгенде алқымды, алақанды, табанды қойдың жылы майымен сыласа сауығады. Денеге қатты суық өткен кезде ұйықтар алдында табанға жағып жатса, таңға дейін денеден суықты алады. Ұйқысы тынышталады. Құйрық майдың басты қасиеті жұқпалы туберкулез ауруын емдеуінде. Сонымен қойса, қойдың өкпесі жөтелді тоқтатып, несеп жолдарының жұмысын реттейді, ісікті қайтарады. Егер жас қойдың өкпесін тілгіліп, сірке суы қосылған суға қайнатып, күнде 2-3 тілімнен жесе, қақырықты түсіріп, өкпе демікпесін басады. Қойдың тоқ ішегін сәбидің көк бауырын ауырғанда шажырғай майын сыдырмай, дөңгеленген күйінде кіндіктің үстіне қойып, сыртынан орап қояды. Егер ішектің жылуы бәсеңдесе, торсыққа жылы су құйып ішектің үстіне қояды. Бұл емді бала терілгенше бірнеше рет қайталайды. Сонымен қоса, қой өті шаштың арасына ұсақ бөртпе түскенде қолдануға болады. Шашты тақырлап алып тастап, басты сабындап жуғаннан кейін бөртпенің бетін су қосылған өтпен сүртсе, бөртпе тез жазылады. Жаңа сойылған қой еті де жұқалап тілініп, жығылғанда пайда болған ісікке тағып тастаса, ісік тез қайтады, әрі жара іріңдемейді. Шиқанға, сыздауыққа таңса, жара аузы ашылады. Қойдың етін күйдіріп, күлін сірке суына езіп, жылан, шаян шыққан жерге жақса, уытты қайтарады, сыздап ауырғанын басады. Бұл ем сынықтың тез бітуіне де көмектеседі. Ал халық емінде қойдың ішкі және сыртқы мүшелерін түрлі сырқаттарын емдеуге кең көлемде қолданады. Ендеше қой етінің ем түрін біле жүріңіздер. Қойдың етін ауыр науқастан кейінгі дене арықтауына, әлсіздікке және босанғаннан кейінгі аналардың денсаулығын қалпына келтіруге қолданылады. Егер науқас адам асқазанына қара жел байланған болса, қайнатқан етке жем-жеміл дәрісін қосып және сорпасына талқандалған қара бұрыш қосып ішсе, байлаған желді айдайды.
Жаңа сойылған қойдың етінен жұқалап алып, ісініп жарланған жерге таңса, ісікті қайтарады. Видеомыз пайдалы болса, достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ем болсын достар.